Сәлем құрметтім, бүгін мен сіздерге бауырдан жасалатын тіске басардың жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Мен сізді каналымда күтем. Алдымен бауырымызды жуып тазалап аламыз. Керек емес жерлер, яғни сіңірі сондайларын алып тастаймыз. Өзіңіз қалағандай етіп формаға келтіріп кесе бересіздер. Жіңішке, қалың маңызды емес. Бауыр тез піседі ғой, қалай турасаңыз да ол пісіп шығады. Осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Бұл тіске басар аяқ асты не ішеміз, не жейміз деген кезде жасала салатын, өте оңай, 20 минутта дайын болатын тағам. Осылай көріп тұрғандарыңызды жасай бересіздер. Достар, менің арнамда көптеген рецепттер бар. Көре кетіңіздер, қажетіңізге жарап жатса, пікір жазып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Келесіде пиязымызды турайтын боламыз. Оны да орташа жіңішкелікте кесіп аласыздар. Міне бар болғаны бауыр менен пияз болса жеткілікті. Шайға өте керемет әрі дәмді тіске басар дайындап бересіз. Міне осылай турайсыздар. Мен бұл жерде 300 граммдай бауыр алдым. Соған 2 пияз жеткілікті. Егерде сізге отбасы мүшеңіз көп болған жағдайда мөлшерін көбейтіп жасай берсеңіз болады. Келесіде қызып тұрған майда пиязымызды алдымен қуырып аламыз. Мен май көп құйған жоқпын, 3 ас қасық қана құйдым. Осылай мен қыздырып пиязымызды қуырып алатын боламын. Пиязымызды бетін жауып қойғаннан кейін бауырымызды саламыз. Қарап тұрғандарыңызда пияз қызарып қуырылып жатыр. Келесіде бауырымызды саламыз. Жақсылап біріктіріп араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка салсаңыздар болады. Мен жарты кеседей су құйдым. Осылай өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Міне біздің бауырымыз дайын болып қалды. Осылай бетін жауып 10 минутқа қоятын боламыз. Паприка, дәмдеуіштер қосу маңызды емес. Негізі тұздың өзінен де керемет дәм шығатын болады. Міне біздің тіске басарымыз дайын болды. Небәрі 20 минут қана уақытыңыз кетеді. 5 минут турасаңыз 15 минут газде пісіріп аласыз. Ас болсын, сізде жасап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Сол үшін менің өтінішімді ұмытып кетпеңіз. Алла сізге разы болсын. Уақыт бөліп менің видеомды соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыз.